Қайырлы күн оқырман. Бүгін мен арнайы қаламыздағы тарихтан сыр шертетін орындардың бірі Сәкен Сейфуллин мұражайына келе жатырмын. Бұл мұражайға келудегі мақсатым тарихпен бірлесіп Сәкен Сейфуллин өзімен ой жасырды. Ендеше менімен бірге болып менің мәнді де мағыналы өнегеге толы сұхбатты тыңдауға шақырамын. Мен де бүгін сізбен ойша сырласу мақсатында естеліктерге толы мекенге келіп отырмын. Жалпы сіз туралы ақпарат таратқанмын десе де мына жастарға өзіңіз таныстыра кетсеңіз дұрыс болар. Әдетіп отыруға түгел. Себебі мен іздеп көпшілік келе бермейді, әсіресе оқушылар қауымы. Мен Сәкен Сейфуллин 1899 жылы дүниеге келдім. Әкем Сейфулла, елге сыйлы, өнерді құрметтейтін адам еді. Анам Жамал өте мейірімді, бала тәрбиесіне ерекше көңіл бөлген жан болды. Балалық шағым кейін Сахарада өтті. Сонда шығармаларыңызға қандай тақырыптарды арқау еттіңіз? Менің шығармаларымда арқау болған басты тақырыптар ол халық тағдыры мен бостандық пен теңдік. Ақын жазушылықтан басқа тағы қандай қызметтер атқардыңыз? Мен тек ақын жазушы ғана болып қойған жоқпын. Қоғам ісіне де белсене араластым. 1922 жылы білім халық ағарту комиссары болып тағайындалдым. Бұл қазіргі тілмен айтқанда білім министрі. Сізбен сұхбаттасып отырып, өзімде жекеленіп отырғандаймын. Себебі тарихымызда сіздей кісілер барда біз қалай осал боламыз деп өзімді қамшылап отырмын. Сондықтан сізге осындай сұрақ қойып келіп отыр. Сіз 20 ғасырдың жастарын білімге жетеледіңіз. Ал енді 21 ғасырдың жастарына не айтар едіңіз? Біздің арманымыз бостандық болатын. Біз соған жеткенбіз. Енді сендердің арманың мақсаттарың сол бостандықты баян ету. Аға, сіздің кеңсе тілі қазақша болмай, іс оңбайды деп айтып өткен сөзіңіздің жан айқайы әлі де естілетін секілді. Себебі қазіргі таңда көп тілді араластырып сөйлейтіндер қатары көбейіп кетті. Осыған көзқарасыңыз қандай? Алаш арыстарының барлығы да бірдей еңбек еткен болады. Бірақ сол еңбекпен келген тілді қадірлемей жүргендердің қатары көбейіп кетті. Бірақ мына сөздерім естерінде болсын. Әлі қазақша хат танымайтындар французша білсе де, Қазақстанда бір сәтте іске аспай қалуы апанды нәрсе. Бұл сөзімнің астарында келешекте біздің ана тіліміздің мәртебесі өсетіні белгілі. Рахмет Сәкен аға, сіздің сөзіңіз біз үшін аманат. Біз оны ақтауға уәде береміз. Аман бол қарағым, білім жолындағы қадамың нық болсын деп өзім батамды беремін. Құрметті оқырман, осымен менің бүгінгі сұхбатым аяқталды. Сәкен Сейфуллин әрқашан біздің қасымызда, ол ешқашан өлмейді.